Өз қолыңды өзің кесе алмайсың. Нұрсұлтан Назарбаев Болат Назарбаев жас егде шағында зардап тартқызғанын айтты. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев «Менің өмірім бодандықтан бостандыққа» кітабында бауырлары жақында өмірден өткен кенже інісі Болат Назарбаев туралы да жазды, деп хабарлайды Массагет kz тілшісі. Сонымен қатар, жас кезінде марқұм болып кеткен інісі сатып алды. Бала кездерінде шетінеген Айсұлтан, Нұрғазипа есімді де бауырларда айтылады. Бір құрсақтан 3 ұл, бір қыз едік дейтінім артымнан ерген сатып алды деген інім көлік апатынан ерте 34 жасында қайтыс болып кетті. Көп күттіріп, менен кейін 7 жылдан кейін туған бала еді. Өте сымбатты, зор тұлғалы, алапат қарулы жігіт болатын. Сол інімді жұрттың бәрі қарасай атасындай сөйлейтін. Көз тиді ме қайдам. Одан кейінгі Әнипа деген қарындасым. Сатып алды екеуімен Қарағандыда жүргенде қолымызға келді. Біраз болды, оқыды. Әнипа тұрмысқа шықты. Қызы, немерелері бар. Кенжеміз Болат. Училище бітіріп, механизатор, жүргізуші болып, кейін жоғары білім алды. Болат кенже болған соң еркелі өсті. Сол еркелігінен тартқан зардабы азда емес. Ол зардапты өзі тартып қана қоймай, жасымның егде шағында маған да тартқызды. Қайтерсің, өз қолыңды өзің кесе алмайсың. Бірақ, әйтсе де бауырдың аты бауыр, бәрін көтересің. Қалай да жақсы көресің. Болаттың жүрегі жомарт, жұртқа болсын деп тұрады. Қайырымдылықпен көп айналысты. Оның көмегін көргендер аз емес, жас кезінде шетінеген. Менен кейін туған Айсұлтан. Сатып алдының алдында туған Нұрғазипа болды. Балалары тұрмаған соң ел салты бойынша жаңа туған баланы терезеден шығарып, бір туыстарға беріп, солардан қайтадан сатып алады екен. Ақысы бір қап ұн, бір бау отын ағашы, қой сияқты болады. Сатып алдың аты солай қойылған. Бауырларыммен бірге өткізген балалықтың бал күндерін ойласам, әлі де ет жүрегім елжіреп кетеді. Ағаға қарап, іні өсетін ұдай есімде ұстаушы едім. Оқысам да, жұмыс істесем де, бауырларыма үлгі болуды алдымен ойладым, деп жазылған кітапта.